Жапониядағы феодалдық құрылыс. Жапонияда феодалдық қоғамның қалыптасуы 11-13 ғасырлар аралығында Жапонияда феодалдық қоғамның қалыптасуы аяқталды. Бұл кезеңде Жапонияда мұрагерлік жер иеліктері қалыптасты. Мұрагерлік жер иеліктері салықтан босатылды. Мұнда шаруалардың екі түрі жұмыс жасады. Бас бостандығы жоқ тәуелді шаруа болды, екіншісі мемлекеттік шаруа деп аталды. Жапон қоғамында феодалдардың да бірнеше әлеуметтік тобы болды. Тәуелді шаруалар феодалдар жеріне қызмет атқарып, жер иелеріне толық тәуелді болды. Ең ірі феодалды даймё деп атады. Даймё қарауында кішігірім жер иеленушіліктер болды. Мемлекеттік шаруалар император сарайына тиісті жерде жұмыс істеді. Қызмет жасаумен қатар император қазынасына салықты төлеп отырды. Ірі және орташа феодалдардың да жер иеліктеріне оларға бағынышты әскери адамдар, самурайлар қызмет атқарды. Самурай Жапон феодалдық қоғамның негізгі кәсіби әскери тобы болды. Самурайлар да кейіннен ұсақ жер иелеріне айналды. Олар жерді өздерінің бастықтарына сыйлыққа алу негізінде иеленді. Саяси құрылысы Жапонияда 7 ғасырдан бастап орталық императорлық үкімет билігі орнады. Ең жоғары билік иесі Микадо, яғни императордың қолында болды. 11-13 ғасырлар аралығында Жапонияда императорлық билік біртіндеп әлсіреп, жаңа әлеуметтік топ сегундар билігі күшейді. 1192 жылдан бастап сегундардың саяси билігі күшейіп, император елдегі діни басшы ретінде ғана сақталып қалды. Солтүстік Жапон феодалы Минамото самурайлардың күшімен императордың әскерін жеңіп шығады. Ел астанасы Киото қаласын басып алып, сегундардың үстемдігін орнатты. Жапонияда көп уақытқа дейін Минамото әулетінен шыққан сегундар билік құрды. 11-13 ғасырлар аралығында Жапонияда мұрагерлік биліктің екі түрі болды. Бірі императорлық, екіншісі сегундық. Мемлекеттің басында сегун тұрды. Ол әскери үкімет басшысы әрі самурайлардың қол басшысы болды. 1199 жылы Минамото өлген соң үкімет басшысы Ходзо Токимаса иеленді. Жапонияда әскери феодалдық мемлекет құрылды. Қаланың дамуы 11-13 ғасырларда Жапонияда қалалар саны өсті. Қалалар қолөнер орталығына айналды. Жапония қолөнершілері ертеден жібек матадан киім-кешек тігетін. Жапондар ата-бабасынан бері темірден, алтыннан, күмістен, әртүрлі заттардан жасай білген. Күні бүгінге дейін жапон семсері әлемге әйгілі болып келеді, ал жапон семсері көп елде шығарылып отырған. Мысалы, 1483 жылы шетелге 67 мың семсер сатылған. Жапондар Корея, Қытай, Филиппин аралдарына сауда-саттық қатынас жасап отырған. Елдің ең ірі қалалары, яғни астанасы Киото, Сакай, Хиого, Каката, Нагасаки қалалары және тағы басқа қалалар болды. Шаруалардың жағдайы. Шаруаларды қанау бұрынғыдан да күшейе түсті. Феодалдар әртүрлі сылтаулар тауып, жаңа салықтар енгізіп отырды. Шаруалар өзара соғыстардан күйзеліске ұшырады. 1428 жылы ең ірі көтеріліс Киото қаласының маңында болды. Олар қарыздарды жоюды талап етіп, өсімқорларға қарсы шықты. Көтеріліс самурайлар жойылсын ұранымен өтті. Халық жиналысы 36 адамнан тұрды. Салық мөлшерін анықтап, шіркеу иелеріне салықты ұлғайтты. Шаруалар көтерілісі 16 ғасырда да тоқтаған жоқ. 1532 жылы Киото, Харима, Исе, Тайба қалаларына кедейлер көтерілісі болды. 16 ғасырда Жапонияда сегундық билік әлсіреп, феодалдық бытыраңқылық елдің бірнеше дербес князьдікке бөлінуіне дейін жеткізді. Бір тұтас мемлекеттің құрылуы 16 ғасырдың соңы Жапонияда капитализмнің белгісі сауда буржуазиясы қалыптаса бастаған кез болды. 1568-1582 жылдары елдің біріктіру ісін феодал Ода Нобунага басқарды. Аз ғана уақыттың ішінде ол орталық Хонсю аралы жерін өзіне бағындырды. 1573 жылы Асикага әулетінің ең соңғы сегуны биліктен кетірді. Ода Нобунага 1580 жылы Жапонияның жартысын біріктірді. Жапонияның ең бай қаласы Сакайды бағындырды. Нобунаганың жолын ұстанған Тойотоми Хидеоси елдің біріктіру ісін жалғастырды. Хидеоси елдің хатаң тәртібін орнатты.
ол шаруаларды жерге бекітетін, бас ауған жаққа кетуіне тыйым салатын заңдар шығарды. Сырт елдермен басқыншылық саясат жүргізіп, 1592 жылы Корея еліне 2 рет жорық ұйымдастырды. Оңтүстік Корея жерін уақытша бағындырды. 1598 жылы Хидеоси өлгеннен кейін Жапонияны біріктірумен Токугава айналысты. 1603 жылы ол елдің біріктіруін аяқтап, сегун деген атақ алды. Токугава әулетінің сегундары Жапонияны 1867-1869 жылдары буржуазиялық революцияға дейін 265 жыл биледі. Жапонияда бір орталыққа бағынатын мемлекет орнағаннан кейін елге шетелдіктердің келуіне тыйым салынды. Еуропалықтардың Жапониядағы істерін үзілді-кесілді шек қойылды. Жапонияның басқа елдермен қатынасын осылай жасанды түрде үзіп тастауы 2,5 ғасыр бойы сақталды. Бұл феодалдық монархияның өсіп келе жатқан буржуазияға саяси шектеу қойып, феодалдық қоғамды сақтап қалу үшін жасаған шаралары еді. Жапонияның өзін-өзін оқшаулау саясаты халықтың ұлттық ерекшеліктерінің дамуына жол ашты. 11-13 ғасырлардағы Жапонияның саяси құрылысы Микадо ең жоғары билік және барлық жер иелігі. 11-13 ғасырларда императорлық билік әлсіреді. Ел билігінің мұрагерлікпен қалдырылып отырды. Сегун, Микадоның бірінші министрі, уәзірі, әскери топ қолбасшы. Самурайларға басшылық етті. Үкімет басшысы билік мұрагерлікпен қалдырылып отырды. 1199 жылы үкімет билігі Сегун Ходзе Токимасаға өтті. Жапонияда әскери феодалдық мемлекет құрылды.